жабайы атты ұстап үйретуде де ең бірінші арбаның доңғалағын іске қосып жаңағы ойлап тапқанда ол біздің мына көшпенді сақ құн тайпалары екені ежелден белгілі. Ал енді бүгінгі әңгімемізді осы жаңағы арба туралы айтсақ, ең бірінші ертеде арба соғыс құралы ретінде пайдаланған. Мына таяу шығыстағы жаңағы мемлекеттер Ассирия, Персия, оның ар жағындағы Мысырда, Қытай, Үндістан жаңағы арбаларды соғыс құралы ретінде соғыста алдыңғы шепте пайдаланған. Одан кейін жаяу әскер болған. Көшпелі халықтар арбаны көшпен келе жатқанда жау шапса шеңберге құра қойып, оны қорғаныс шебі ретінде пайдаланған. Оның ішінде жаңағы әйелдер, бала шағалары орналасып, жаңағы садақ атқыштар тұрған, сыртындағы атқамінерлер аттарына мініп жаумен күрескен. Ал енді мына кейін арбаны жайлауға, күзде күзеуге шығуға осы сақ құн тайпалары кеңінен пайдаланған. 568 жылы Батыс түркі қағанатының билеушісі Дизабул Истеми қағанның ставкасында болған Земарх деген Византияның елшісі қағанның өзін жаңағы арбаның үстінде отырған тағында қабылдағанын айтады. Ол тағы доңғалағы бар арбаның үстінде болған және әсем маталармен әсемделген, үстінде шатыр бар, әдемі көрініс болған екен. Және де күмбез орнатып, күйме ретінде пайдаланған. Жаңағы киіз үйді де орнатып, мына шығыс билеушілері бірнеше атқа тіркеп, жаңағы доңғалақты үй ретінде пайдаланған. Күйме деп айтуға болады. Іші кигізбен, басқадай маталармен көмкерілген болатын. Ал енді Орта Азия мен мына таяу шығыс елдерінде ойлы, шұңқырлы, жаңағы арықтары көп жерлерде екі дөңгелекті арбалар пайдаланыста болған шаруашылықта. Оны қазақтар да, жаңағы қарақалпақ, өзбектер де қоқан арба деп аталған. Сол қоқан арбаның бір түрі мына Ахмет Яссауи кесенесінің маңындағы музейде тұр қазіргі уақытта. Енді арбаны жаңа көшпелі халық әртүрлі тұрмыс қажеттілігіне байланысты жасаған. Шөп таситын арбасы бөлек болған, құрал саймандар жаңағы құрылыс жасағанда тас әкелетін мықтырақ дөңгелектерін жасаған. Сол секілді әртүрлі арбаның түрлері болған. 2025 жылы осы музейге жәдігерлерді іздестіріп жүргенімізде Ұлан ауданында Алмасай ауылында болып, Жұртбаев Бекбай деген ақсақалдың үйінде осы арбаның біліктерін таптық. Темір біліктері қалыпты, ағаштары шіріп кеткен. Сол балаларынан осы нәрселерді сұрап алып, музейге алып келдік те, осы ал енді бұл арбаны қалай осы құрап жасасақ деген мәселені қолға алдық. Біздің бағымызға қарай Күршімнен Оразбаев Мақсат деген азамат бірінші мына арбаның доңғалақтарын тауып берді. Кейіннен өзінің бұрыннан арба жасап қолынан келетінін айтып, біздің сұрауымыз бойынша осы арбаны толықтай жаңадан жасап шықты, өз қалпына келтіріп. Осы кісіге біздің мың алғысымызды айтамыз. Және де қазақтың ағаш доңғалақты арбасын көрем деген келушілерге Ұлан ауданы Бестерек ауылында музейімізде осы арбаны келіп тамашалауға болатынын айтамыз.